Дәмі дегенде ерекше сөз жоқ, сочный болып тұр. Оқылды. Сәлем достар, бүгін мен сіздерге чебурекидің рецептісімен бөлісетін боламын. Өте жұмсақ, керемет болып шығады. Ең әуелі мына ыдысымызға қайнаған суды құйып, содан кейін мінекей тұзымызды салып, жақсылап араластырамыз. Бұған ешқандай жұмыртқа, майдың құйып қажеті жоқ. Әрі қарай осы ұнымызды салып, жақсылап илейтін боламыз. Қасықпен әуелі араластырып аламыз, біріккенше барлығы. Одан кейін жаймендеп қолмен илейміз. Мінекей достар, осындай қамыр болып шықты. Бұның иі қанғанша үстелімізге илейтін боламыз. Қаптетіп басып илесеңіздер, сол кезде жақсы болып шығады. 5 минут бар, 10 минут, 5 минуттай қанғанша илейсіздер. Достар, мінекей тестіміз осылай керемет болып шықты. Енді бұны біз бетін жауып бір 10 минутқа қойып қоямыз. Тесті болу керек. Содан кейін тағы да басып, әрмен қарай чебурекімізді жасай береміз. Енді мінекей біз етімізге келетін болсақ, бұл піскен еттің фаршы. Біз етті піскен ет, қарын барлығын мастировкадан өткізіп, морозилькеге сақтаймыз. Соны мен шығарып ертіп алдым. Бұның ішінде пияз да бар, тұз, бұрыш, барлығы араластырылып, дайын күйінде тұр. Достар, мінекей біз жаңағы қамырымызды осылай бөліп алдық. 12 дана шықты. Осыны оқтауымызбен жайып, етімізді салып жасай береміз әрмен қарай. Мінекей достар, біздің чебурекилеріміз дайын болды. Енді осыны қызып тұрған майға салып, пісіріп алатын боламыз. Өте керемет болып шықты қамыр. Мінекей достар, майымыз қайнап жатыр. Осылай тұрып, ақырындап салып, пісіріп аламыз. Мінекей достар, біздің чебурекиміз дайын болды. Ыстықтай, жұмсақ, осындай қып-қызыл керемет болып пісіп шықты. Мінекей жұмсақ. Достар, мен сіздерге айтарым, осылай еттеріңізді алдын ала ыстыққа дайындап алыңыздар. Сол кезде сіздерге өте жеңіл болады, тез болады. Осындай күшті дәмі енді кетсін. Ас болсын.